41-ші есебімізді есептеңдер дейді. Бірінші есебімізде 4-дің 2 дәрежесі көбейтілген 4. 4-дің 2 дәрежесі ол 16-ға тең, көбейтеміз 4-ге. 16-ны 4-ге көбейтеміз. 64 болады. Келесі екінші есебімізде 1,1-дің көбейтеміз 1,1-дің 2 дәрежесі тең болады. Енді міне жерде көбейту болса дәрежелері қосылады, 1,1-дің 3 дәрежесі болады. Яғни 1,331 болады. Үшінші есебімізде 5-дің 5 дәрежесі бөлінген 5-дің 2 дәрежесі. Ол дегеніміз 5-дің 3 дәрежесі болады. 5-дің 3 дәрежесі ол 125 болады. Келесі 4-ші есебімізде 2,5-тен 3-дің 4 дәрежесі бөлінген 2,5-тің 3 дәрежесі. 4 дәрежесі, мұнда 5 дәреже. 2,5-тен 3-дің 1 дәрежесі болады. Оны жазбай қосылай қалдыра берсек болады.